Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы ішкі туризм. Осы мәселені талқылау үшін бүгін студиямызға география ғылымдарының докторы, профессор Орденбек Мазбаев шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Мазбаев Орденбек Білісбекұлы 1954 жылы Алматы облысында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. География ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының құрметті туризм қызметкері, халықаралық балалар мен жас өспірімдер туризмі және өлкетану академиясының алтын компас иегері. Оңтүстік полюске бағытталған тұңғыш қазақстандық автокөліктік экспедициясының ұйымдастырушысы. Бүгінде Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. Сіз туралы осы туризм саласында тек қана зерттеуші ғалым есебінде емес, өзіңіз туристік саланы дамытушы, өзіңіз енді Антарктидадан бастап бүкіл елдерді аралап, оның ішінде Қазақстанда бірнеше осындай үлкен ғылыми зерттеу экспедицияларын жүргіздіңіз, 17 рет. Сон туризмнің негізгі мағынасы неде? Экономикаға, әлеуметтік салаға қалай ойлайсыз? Туризм бұл шаруашылықтың саласы деп естуге болады. Бұл кәсіпкершілікке де жатады, бизнестің де көзі. Ең басты бұл таным. Таным, бұдан басқа спорт және де демалысқа жатады. Жалпы туризмге деген көзқарас мынау үйде отырғанша адам, сыртта жүріп, сыртта өз көзімен көрген, әлде қайда адам дамуға мүмкіншілік береді. Сосын енді тек қана бір жаңалықты білу емес, өзін еліндегі болып отқан нәрсеге сырт көзбен қарауға мүмкіншілік болады, мысалы, өз сыртта жүрген кезде. Туризм мағынасы сондай. Шетелге жылына бізде 1 миллион адам кемінде шетелге туризмге кетеді. Ол мысалы әрқайсысы $2000 тек қана жолына барып қайтуына жұмсайтын болса, онда миллиардтан асып кетеді. Мысалы, бұл ақша бостан-босқа кетіп жатыр. Ол Қазақстанның нарығынан Қазақстандағы валюта қоры, ақша шетелік кетті деген. Біз шетелдіктердің экономика әлеуметтік жағдайына тікелей инвестиция салып жатыр деп айтуға болады тікелей. Қазақстанда ішкі туризмді дамытудың қажеттілігі қанша? Осыны түсіндіріп беріңіз. Біріншіден, қазіргі кезде мемлекеттік қоржынға ішкі өнімнің үлесі туризмнен 1% дейді. 40% жуығы бұл мұнай, газ саласы, одан кейін шикізат өнімдері болып келетін болса, шетелдік тәжірибеге қарайтын болсақ, оның көрсеткіші 60-70%-ға, 30-40%-ға барады. Бұл айта кететін Франция, Италия, Испания елдері, және оңтүстік шығыс Азия, Вьетнам, Таиланд. Ішкі туризм дамуына, мысалы, біз азаматтар өз елімізде қалып, өз елімізді көру үшін не жасауымыз керек? Ол үшін осы қазақстандықтар әр атана өзінің балаларына, өздері алдыменен осы біздің Қазақстандағы ішкі туризм орналасқан нысандарға барып көріп, сол жерде демалуы қажет. Қазір қалталы азаматтар бар. Енді қазір орта деңгейдегі азаматтар шетелге туризмге шығуға мүмкіншілігі бар. Жылдан жылға көбейіп келеді. Бірақ мысалы, біз азаматтарымызға айтуымыз керек қой. Түркістанға балаңда апардың ба? Өкінішке орай. Біздің шетелдегі теңізге апарғанша, біздің Каспийге апардың ба? Алакөлге апардың ба? Біздің бір рухани орталықтарымыз бар. Өкінішке орай, бізде осы ақпарат құралдары да, баспасөз, тағы басқалар осыны дәріптеу керек. Жариялық жұмыстармен айналысуымыз керек. Ата-аналардың айтатыны сервистік қызмет жоқ, жол жоқ дейді ғой. Бұл меніңше бұл екінші сатыда тұру керек. Біріншіден сол жерді барып көруге деген адам ынтасы болу керек. Венгрияда болған кезде, мысалы, Венгрияның 30% бюджеті ішкі туризммен шығады екен. Экологиялық туризм, этнотуризм. Бірақ сол жердегі мен байқағаным, мемлекет деңгейде әр ауылға дейін есептеп берген. Бұл ауылды туристерді қабылдау мүмкіншілігі бұлай. Бұлға мынандай жаңа қонақ үй салу керек, бағасын бұлай қылу керек, тамағын бұлай істеу керек деп бәрін есептеп бергесін адам қызығады. Себебі артық жаңағы қауіп болмайды. Мен қаржы салам, ертең қайтып келмейді дейді, мысалы. Және ауылдық жерде қонақ үй салу арзан. Мысалы, шетелде, Европада $150-200 шаршы метр, мысалы, қонақ үй салуға. Енді қымбат қажет жоқ, мысалы. Бізде Қазақстанда одан да арзанға салуға болады. Өйткені шетелдіктердің, мысалы, біздің қалалы жерде тұратын балалардың, ересек адамдардың киіз үйде тұруға мүмкіндігі бар ғой. Қазақтың киіз үйі бұл сіздің ана 5 жұлдызды
қонақ үйіңізден артық. Өйткені соны көру, өйткені қазақ үйдің салыну тарихы бар, өзінің іске атқаратын қызметі бар. Жазы күні салқын, қысты күні жылы, және де шаңырақтың, керегенің, уықтардың бәрінің өзінің бір рөлдері бар ғой. Монголияны алып қарайтын болса, Монголияда да қонақ үйлер салынған жоқ. Монголияда жол салынған жоқ. Асфальт жолдары жоқ. Бірақ Монголия қазір осы Азия елдерінің ішінде туризмді жолға қойып алған елдің бірі. Себебі олар маман кадрларды дайындап алды, тіл білетін мамандар бар. Поездан, самолеттан түскен туристерді бір переводчик, экскурсовод алады да кетті, 300-200 километр машинамен апарып, түйеге мінгізіп, киіз үйіне жатқызып, моңғолдың ұлттық тамақтарыменен, салт дәстүрмен таныстырып, қайтарып жіберіп отыр. Сіз маман ретінде осы бізді бүгін телекөрермендер көріп отыр. Қандай туризм салалары бізге дамытуға болады Қазақстанда? Біріншіден Қазақстанда емдік сауықтыру туризмнің қолайлы алғышарттары бар. Ол біздің Балқаш, Алакөл, Каспий жағалауы. Және де шағын тұзды теңіздер мен, көлдер менен өзендер. Сарыағаш бар, Мойалды бар, басқа бізде Яндықорған, тағы басқа бұрынғы сауықтыру орындары, кеңестер кезіндегі сауықтыру орындары қалды ғой. Екіншіден, бұл жаңағы этнографиялық туризмді ретке келтіруіміз керек. Этнографиялық туризмге келетін болсақ, бұл қазақтың салт дәстүр мәдениетін дәріптеу ғой. Мысалға алатын болса, біз ғұн заманы, сақ заманы туралы, Томирис ханым туралы, алтын адамның сақ замандағы тіршілік қалай болды, біз тек қана мұражайлардан көреміз ғой. Жалпы барлық археологиялық тарихи ескерткіштер қазір тізілімі жасалынды ғой. Сол тізілімдер бойынша Қазақстан жерінде бұл нысандар толып жатыр. Ұлттық спортқа келтіруіміз керек қой. Спорттық туризмнің өзінің көптеген түрлері бар. Ат туризмі, шаңғы туризмі, тау туризмі. Ол жергілікті жердің жағдайына байланысты. Бізде Алтай бар, Іле Алатауы бар, Жетісу Алатауы бар, міне тау туризмі. Балық аулау да туризм. Аңшылық, спорттың таза норматив орындайтын түрлері бар. Спорттың норматив орындайтын. Соңғы жылдары экологиялық туризмге байланысты аңшылық, балық аулау, аң аулау, онда кіргізіп жібердік туризмге. Үшіншіден алатын болсақ, бұл жаңа экологиялық туризм таза, салауатты өмір сүру үшін Қазақстанда ерекше қорғауға алынған аймақтар деген бар. Қазіргі әлемдік кезде Қытайда 40-тан астам мәдени мұраға енген нысандар бар. Қазіргі әлем бойынша халықтар негізінен табиғи немесе тарихи мұра деген жазуы бар, ЮНЕСКОның жазуы бар, нысанды барып көруге талпыныс жасайды. Енді туризм тағы бір түрі, рухани біздің орталықтарға діни туризмдер бар. Мысалы, солар туралы, соның мүмкіншіліктері туралы қалай айтасыз? Мінәжаттық діни туризмге келетін болсақ, бұның үлкен рухани адамға күш беретін, дем беретін жағдайы бар. Қазақстан бұл мінәжаттық туризм нысандарына бай. Ел батыста 360 әулие бар деп атаймыз, Бекет ата бастаған, киелі Түркістандағы кіші Мекке деп атап жүрген Ходжа Ахмет Ясауи, Арыстан баба атамыздың басы, басқа да киелі қасиетті жерлер толып жатыр. Ақтоғай маңайындағы Ырғызбай әулиенің атап кетпешке тағы болмайды. Жидебайдың маңайындағы Қоңыр әулие, бұл өкінішке орай ресейліктерменен сол маңайдағы халықтар біледі, ал қазақстандар көбі біле бермейді. Қала берді, осы Астананың маңайындағы Қабанбай Батыр атамыздың жатқан төбені кім біледі? Осы Астанадағы тұрған адамдардың көпшілігі біле білмейді. Біздің көрермендер айтып жүрген мәселесі, ол қанша біздікін мақтағанмен де бағасы қымбат дейді. Мысалы, барасын жататын орны, шетін тамағы қымбат, кейбіреу былай айтады. Көкшетауға барғанша Түркияға барған арзан. Ақтауға барғанша Каспий жағалауына, Таиландқа барған 2 есе арзан дейді. Мысалы, не деп айтар едіңіз? Мысалға? Халық дұрыс айтып отыр бір жағынан. Бірақ та біз мынаны ескеруіміз керек. Егер де біз Балқаш, Алакөл жағалауына баратын адамдардың легі артса, ондағы баға да төмен түсіп кетеді. Мысалға алатын болса, қырғыздарды алып қой, Ыстықкөлі. Ыстықкөл Кеңестер одағы тұсында арзан.
кісі көп, орын таппайтынбыз. Ал кейінгі ситуация жағдайға байланысты, саяси жағдайға байланысты, адамдардың легі азайып кетіп еді, баға көтеріліп кетті. Мен бармасам, сіз бармасаңыз, кім барады? Көршім бармаса, біз ақшамызды ішке жұмсамасақ, әрине кім салады, қайдан пайда табады? Өте орынды айтып отырсыз, бәсекелестік болу керек. Туристік фирмалардың арасында, сол жергілікті халықтың арасында. Өйткені келген туристер сол жергілікті халық қарсы алады ғой. Нарық өзі реттеп отырады. Сондықтан да біз адамдардың сана сезіміне ықпалын тигізуіміз керек. Тек қана осы мектепте, жоғарғы оқу орындарында, теледидар арқылы, осындай хабарлар арқылы ішкі туризмнің отырған көріністерін көрсетіп, дәріптеп, соны халыққа жеткізуіміз керек. Біз сізді Қазақстан бойынша экспедицияларды өзіңіз ұйымдастырып, шаруа жасатқаныңызды білеміз. Көп пайдасын тигіздіңіз. Ал енді Антарктидаға бардыңыз. Көп кісілер ойлауы мүмкін. Енді бұл кісі Антарктидада несі бар? 2600 шақырым жүрдіңіз. Мысалы, қандай пайдасы бар дейді? Мысалы, не көрдіңіз о жақта? Неге бардыңыз? Мақсатыңыз қандай? Біздің көрермендерге түсіндіріп беріңізші. Басты мақсатымыздың бірі Қазақстан Антарктида келісім шартына енбеген екен. Сол келісім шарт 2041 жылы күшін жояды. Күшін жойғаннан кейін Қазақстан болмайды онда. Сондықтан да Антарктида келісім шартына кіру мақсатында зерттеу жұмысын жүргіздік. Қазақстандық поляр станциясын ашу орнын анықтадық. Және де қар су сынағын ала отырып Антарктида экологиялық жағдайын анықтадық. Мені таңғалдырған нәрсе, өзім географ болсам да, Антарктиданы кітаптан оқып, газеттен оққан болмаса, барғандағы көз қарасым, танымдық көз қарасым 180 градусқа бұрылып өзгерді. Бұны ары қарай зерттейтін мәселе. Бұл Қазақстанның ғылымының дамуына тікелей ықпалын тигізеді. Сондықтан да мен барлық экспедиция нәтиже беру керек деймін. Мен өткен жазда Венгрияға бардым. Үлкен шара өткізді. Дүниежүзілік түрк халықтардың құрылтайы, гундардың құрылтайы. Өте керемет өтті. Шетелден қанша адам, 25 мың адам барды, бірақ мені қызықтырғаны, өздерінен 200 мыңнан астам азаматтар сол фестивальге қатысты. Бүкіл Венгриядан. Енді адам санын қарасақ, 10 миллион адам тұрады, бірақ бір фестивальға, бір құрылтайға 200 мыңнан астам адам барды. Сосын енді тағы бір мен байқаған нәрсем, қанша ұлттық бұйымдар сатады. Бізде ондай жоқ. Ұлттық бұйымдар дамыған. Бұл жерде оларда үлкен бизнес ол. Киім тігеді, бұрынғы ескі киімдерін тігеді, етіктерін жасайды, садақтарын жасайды. Мысалы, керемет. Және сол арқылы қанша адам ақша тауып отыр. Мысалы, бүгінгі күні Венгрияның 30% бюджеті сол туризмнен дамып отыр. Бізде де мысалы осындай мүмкіншілік бар ғой, қалай ойлайсыз? Мүмкіншілік үлкен. Өйткені біз қазір көріп жүрміз. Әр ауылда, әр түкпірде қолынан қолөнер келетінді, тоқыма, алаша, сырма, крем тоқитын, білезік, сырға, ұлттық нақышта, ер-тұрман жасайтын, домбыра жасайтын азаматтар, азаматшалар толып жатыр. Өкінішке орай, біз тек қана Наурыз кезінде, не болмаса жәрмеңке ұйымдастырамыз ғой. Сол кезде сол кісілердің басын қосып жинап көрсете аламыз. 2017 жылы экспо өтеді ғой. Экспоға келетін шетелдік туристерге кәдесый дейміз, сувенир дейміз. Соны ұсынуымыз керек. Сондықтан да осы көріп отырған телекөрермендерге айтарым, әр ауылда, әр жерде қолынан шеберлік келетін кісілерді топтастыру керек, жинау керек. Оларға қаржылай көмек көрсетуіміз керек. Олар өзінің білетін кейінгі шәкірттерін үйрету керек. Бір ұста 5-6 шәкірт дайындау керек. Оның мектебі болу керек. Өйткені әр жерде мектеп бар, сол мектептің жанында үйірмелер ашу керек. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырып бойынша біраз ой, пікірлер айтылды. Мемлекет болып дұрыс қалыптасамыз дейтін болсақ, алдымен өз елімізді танып, тарихымызды біліп, өз мемлекетіміздің тарихын, дәстүрін, мәдениетін құрметтеп үйренуіміз керек. Сол үшін ішкі туризмді дамыту әрқайсымыздың міндетіміз деп есептеймін. Алдағы уақытта, алдағы осы биылғы жылы барлығымыз осы қолдан келгенше ішкі туризмді дамытуға атсалысайық. Онда сіздің бүгін хабарымызға келіп, ой пікір айтқаныңызға шын алғысымды айтамын. Рахмет. Рахмет.